Орманның тереңінде күн жарқырап тұрған шуақты таң еді. Міне, жолда көңілді Маша жүгіріп келеді. Қолындағы себеті тағы бір қызыққа толы сияқты. Ал Аю болса өз үйінде жай ғана кітап оқып отырған. Бір кезде тоқ, тоқ, тоқ. Есікті біреу қатты қақты. Аю есікті ашса, алдында жарқыраған күлкісімен Маша тұр. Ол Аюға арнайы кішкентай торт әкеліпті. Аюдың жүзі нұрланып кетті. Маша болса, үйдің ішіне секіріп кіріп, бәрін тамашалап жүр. Екеуі бірге ас дайындауға кірісті. Ал Маша, әрине, кішкене шатақ шығарып үлгерді, ұнды үстелге төгіп алды. Аю төкіліп жіберді. Бірақ бірге жұмыла отырып, әдемі торт пісіріп шықты. Олар дастарханға отырып, шай ішіп отырғанда, сырттан бір тырс еткен дыбыс естілді. Терезеге үңілсе, орман жануарлары ойын қуып жүр екен. Қоян, тиін, кірпі, бәрі көңілді. Маша мен Аю да сыртқа шығып бірге ойнауға қосылды. Күн батып келе жатқанда, орман ерекше жылы болып көрінді. Уақыт тез өтті. Маша Аюға қол бұлғап, «Қош бол, Аю. Тағы келемін», деді. Аю да мейіріммен күлімдеп Машаны шығарып салды. Осылайша орманда тағы бір көңілді күн аяқталды.